Сәлем достар және менің тұрақты көрермендерім. Бүгін мен сіздерге тойбастар жасауға арналған заттарды көрсетемін. Тойбастар жасағанда қандай заттар керек болады, ең қажетті заттар және оларды қалай алу керек, қалай таңдау керек, сол туралы видео болады. Сондықтан менімен бірге болып, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдымен біз беттен бастаймыз. Бет алғанда мұқият болыңыздар. Ең бірінші беттің сіздер форматына, граммовкасына және де оның двухсторонний глянцевый ма или односторонний глянцевый ма или наклейка бумага ма, соған мән бересіз. Ең алдымен мен шоколадтың оберткаларына, яғни кішкентай птичье молоко осындай шоколадтардың оберткаларына және мынандай биркаларға мен 110-115 граммдық бет қолданамын. Негізі бұл оберткаларға 110-нан 128 граммовкадағы бетке дейін қолдануға болады. Бұл бетті таңдағанда сіз алдымен граммына мән бересіз. Ол бет алдындағы упаковкасы әртүрлі болуы мүмкін. Граммовкасы былай жазылмайды, кейбіреуінде галочка қойылып тұрады, кейбіреуінде осылай граммовкасы анық жазылып тұрады. Сондықтан галочка қойылып тұрғанда қараңыздар, қайсы да галочка тұр, сондай граммдағы бет деген сөз. Және де мынау 115 граммдық бет, оның ішінде 100 штук бет болады, А4 форматтағы, односторонний глянцевый бет. Не супер глянцевая десе, значит ол односторонний глянцевый, двухсторонняя супер глянцевая деп тұрады кейбіреуі, онда двухсторонний глянцевый деген сөз. Мына жерде идеально подходит для Epson, Canon дегенге мән бермейсіздер, өйткені бұл беттер әртүрлі кез келген принтерға жарай береді. Мысалы, мен екінші бет қолданатын А4 форматтағы бетім, ол односторонняя глянцевая, 200 граммовая бет А4 форматтағы. Бұлар идеально подходит для Epson, Canon деп тұр, бірақ бұған мән бермеңіздер тоже. Бұл әртүрлі принтерларға жарай береді. Бұның ішінде 50 бет болады, 200-ден артық граммовкадағы беттерді в основном ішінде 50 штук болады. Бұл 200 граммдық беттер бізде бомбонеркиларды шығаруға, мынандай бомбонеркиларды шығаруға керек. 200-ден 230-260 граммдық бетке дейін шығарсаңыздар болады, ал 260-тан жоғары бетті қолдансаңыздар бұндай бомбонеркиларға келмейді, өйткені олар қатты және оны бүктегенге ыңғайсыз болады, мына жерде сызықтары аппақ болып көрініп қалады. Сондықтан осындай бомбонеркиларды шығарғанда сіздер 200-230 граммдық беттер қолданыңыздар. Және де мынандай 300 граммдық бет бар. 300 граммдық бет бізде негізінен неге керек? Коробочкалар шығарғанға, бокстардың сырттарын шығарғанға өте идеально керек, өйткені бұлар қатты беттер және де бұлар ішіндегі заттарды жақсы ұстап тұрады. Бұл да менде 300 граммдық, қарап тұрғаныздай бұның упаковкасы басқа, А4 формат 300 грамм 50 штук бет деп тұр. Бұнда қандай принтерға екен жазылмаған, сондықтан бет алғанда қандай принтерға екенін не мән бермей кез келген бетті ала бересіздер. Ең бастысы граммовкасы мен глянцевый ма, двухсторонний глянцевый ма, матовый ма, соған мән беріңіздер. Негізінен бомбонеркиларды шығарғанда сіздер глянцевый бет алыңыздар. Односторонний глянцевый да жарай береді, двухсторонний глянцевый да алсаңыздар болады. 300 граммдық беттер мынандай коробочкаларды шығарғанға өте ыңғайлы, өйткені бұндай коробочкалардың ішіне заттар саламыз, соларды жақсы көтеріп тұрады. Және де айта кетейін, бұндай коробочкалардың дизайндары, шаблондары менің VIP каналымда бар. VIP канал қызықты болса, маған WhatsApp номеріме жазыңыздар. Видеомыздың екінші бөлігі. Бұнда мен сіздерге қандай заттар керек болады, бомбонерки жасағанда қандай құралдар керек болады, сол туралы видео болады. Бұнда қараңыздар, бірінші сіздерге сызғыш керек болады, содан кейін қайшы, кез келген қайшы бола береді. Специальный қайшы емес, магазиндерде 300-ден 600 теңгеге дейін тұратын, сіздер қолдарыңызға ыңғайлы болатындай және де кішкене үлкендеу қолданыңыздар, сонда тез қиып ыңғайлы болады қолдарыңызға. Содан кейін бізге осындай канцелярский ножик керек болады.
Булар канцелярский ножиктар бізде мынандай пакеттерді қиғанға және открыткаларды қиғанға өте ыңғайлы. Өйткені бұл қайшымен қиғанда майысып қалады кейбір жерлер, а мынау канцелярский ножпен былай сызғышпен былай ұстап тұрып қисаңыздар, бұл идеально қиылады және де бүктегенде де жақсы шығады. Бұл канцелярский ножты және де беговка жүргізгенге де болады. Ең бастысы беговка жүргізгенде былай сызғышты ұстап тұрасыздар ғой, сонда беговканы бүйтіп қатты баспай жүргізу керек. Және беговка жүргізгенге сіздер және жазбайтын ручкалар немесе кішкентай крючок секілді біздерді қолдансаңыздар болады. Үшінші бізге яғни дырокол керек. Дырокол кез келген дырокол жарай береді, бірақ бұна тесігіне мән беріңіздер, тесіктері онша үлкен болмау керек. Өйткені мынандай бомбонеркиларды сіздер бүйтіп тескенде мына тесігі үлкен болып, әдемі болмай қалмауы керек. Лента өткізгенде бұл тесік көрінбей тұру керек. Сондықтан біз осындай онша үлкен де емес, кішкентай да емес тесігі осындай дыроколды қолданамыз. Сосын бізге клей керек болады. Клей бомбонеркилардың шеттерін, яғни бүктеген жеріндегі шеттерін жабыстырса болады, немесе кез келген кішкентай нәрселерді жабыстырғанға ыңғайлы. Мысалы, мынандай сіздер магазин алған арнайы қағаз пакеттер, значит, крафт пакеттерді қолданғанда наклейкаларды, егер наклейка бумага болмаса, осындай клейді қолданып артына жабыстырсаңыздар да болады. Сосын бізге степлер керек. Степлер ол бізге осындай биркаларды, подарочный пакеттің биркаларын бетіп тесуге арналған. Өйткені подарочный пакеттерге сіздер двухсторонний скотчты да, клейді де қолдана алмайсыздар. Сондықтан степлер осындайларға қажет. Сосын ең маңызды зат бізде ол двухсторонний скотч. Двухсторонний скотч сіздер әртүрлі форматта қолдансаңыздар болады, бірақ мынандай бомбонеркиларға арналған мынандай кішкентай двухсторонний скотч, примерно 1 сантиметрдай. 1 сантиметрді болмайды, 8 миллиметрдай болады. Ал кішкене үлкендеу двухсторонний скотчты сіздер бокстарды жасағанда қолдансаңыздар болады. Содан кейін бізге мынандай горячий клей керек болады. Горячий клейді онша қатты керек емес, бірақ арасында керек болады. Мысалы, мынандай пакеттерді жасағанда, лентаны ұстайтын жерін жабыстырғанда, мынаны ішіне байламай, осы клеймен жабыстырсаңыздар, бұл бер жаққа шығып, қатты көрініп тұрмайды, әдемі болады. Және де мына бүктейтін жерлерінен де артынан горячий клеймен жүргізсеңіздер әдемі шығады. Артық нәрсесі көрінбейді. Содан кейін бізге осындай ленточкалар керек. Лента әртүрлі размерде. Мына менде 2 сантиметрлік ленталар. 2,5 сантиметрлік ленталар. Бұны мен негізінен мынандай пакеттерге қолданамын. Содан кейін менде мынандай лентаның әртүрлі түстері бар. Бұл 1 сантиметрлік ленталар. Бұны бомбонеркиларды байлағанға пайдалансаңыз болады. Негізі кез келген лентаны қолдана берсеңіздер болады. Бомбонеркиға болсын, пакетке болсын. Оның маңызды ештеңесі жоқ. Қандай түсті, оны ұлға ма, қызға ма, тойға ма, соған байланысты қолданасыздар. Мынау кішкентай 0,5 лента, 0,5 сантиметр. Бұл мен негізіне флажок, стеңгелетін растяжкаларды жасағанда қолданамын. Және де сіздерге кішкентай пакеттер, бұл мынандай подарочный биркаларды салғанға арналған пакеттер болады. Пакеттер осындай жай пакеттерінде немесе жылтыр пакеттерінде болса болады. Мен осындай қолдандым. Ал сіздер кез келген подарочный упаковкалар сататын жерден осындай пакеттер немесе крафт кішкентай пакеттерді сол жерден алсаңыздар болады. Видеомыздың 3-ші бөлігі осындай ораза айына арналған ауыз ашу және ауыз бекіту дұғасы бар открытканы жасауды көрсетемін. Алдымен осы открытканы шығарғанда сіздер мұқият болыңыздар. Мынау алдыңғы бөлігі, беткі бөлігі мен ішкі бөлігі бүйтіп қисайып қалмас үшін принтерді мысалы былай шығарса, сіздер келесі бетті аударып салғанда, сіздер бұл бетті былай саласыздар.
менің принтерімде солай. Енді сіздер өздеріңіз бірінші көп штук заказ берсе, онда біреуін пробный версиясын шығарып алыңыздар, өйткені мына екі жағы ауысып кетуі мүмкін. Алдымен біз осы дұға жазылған открыткамызды қиып аламыз. Содан кейін беговкамен жүргіземіз. Сызықтарымен беговка жүргіземіз. Беговканы мен канцелярский ножпен жүргіземін. Канцелярский ножпен жүргізгенде сіздер мұқият болыңыздар, бұл канцелярский нож кесіп кетпеу керек. Осылай жүргіземіз. Сіздер беговканың орнын жасағанда канцелярский ножтың орнына кәдімгі ручка жазбайтын немесе крючок бізді қолдансаңыздар болады. Енді осы сызықтармен бүктейміз. Осындай әдемі открытка шықты. Ауызашарға жасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Осы видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын.